арзу қылған инсаныңызға жұп болғансыз ба? Ойымдағыдай болмаған. Бір баламен сені таныстырайын деп едім. Айгүл Надырова тұрмысқа шықпаған ғой? Айгүл деп атымды айтқанмын да, һәм кеткенмен болғаны. Сол кездегі ұзатылулар қандай болған? Және бір затты айтып өтемін, мен қызыма алмаймын. Мен емес, егер осы сиырды салмасам. Білмедім, сол қайнымның бір қарауы маған жетті. Соншалық тас бауырлығы ма? Өзін досана тұтқан адам бір қиянет қылған. Бұның бекеш қайтыс болып атыпты, лекен бұл мұстақылықта менің алдында қосқа айтып жүріпті. Сөйлеуге даусым болмаған. Жоқ емес, бар қызлар. Жақсы қызлар бар. Жақсы дауыслар бар. Хамеге сәлем. Бұл күнде лайк подкасты, ал мен басылушыңыз Перизат Аяпергенова. Бүгін подкастымыздың мейманы. Көптеген ықыласпенділер қалбінен, жүрегінен орын алған көркем өнер һәм мәдениеттің төрінде гөзал һәм жылы жүрек, нәзік дауыс иесі. Ол тек қана қосықшы емес, ол ана, ол ұстаз, ол педагог. Үлкен өмір мектебін басып өткен, біз үлгі алатұғын, һәм біз мақтанатұғын. Және де көплеп хаял қызлардың мозасына айланып кетірған, осы жасқа шекем гөзалығын һәм қадды қауметін бұзбастан үлкен сахналарда өзінің өнерін көрсетіп кетірған гөзал хаял танып үлгерген болсаңыз, Айгүл Надырова мейманда. Мархамат. Хош келіпсіз. Хош уақыт болаң. Рахмет, Перизат. Мені осындай күнде лайк көрсетуіңізге мені мұрат еткеніңіз үшін мені дарман. Хамде осындай етіп мені жүда ажайып, гөзал етіп тарифлегеніңіз үшін мың рахмет. Сізде біздің сол бір ұсынысымызға аяқтаместен уақытыңызды ажыратып келгеніңізге рахмет. Айгүл апа деуге де менде қысынып тұрман да, себебі қасында сондай гөзал һәм 18 жасар қыздай болып отырсыз. Нәзік һәм гөзал энергияңыз мағанда өтіп жатыр. Олай болса, бүгін сіздің жетіскенліктеріңіз, әрбір жетіскенліктеріңізге үтірлерменен тоқтағымыз келмейді, себебі әрбір ықыласпендіңіз, әрбір халық менімше біледі бұны. Ал бүгін біз сізден білгіміз келеді, жеке өміріңіздегі бұрылыстар, өмірлік жолдасыңызбенен танысулар, қандай анасыз, қандай енесіз, һәм сол бір қазіргі жаслардың және өзіңіздің жаслық уақытыңыздағы айырмашылықтар, парқлар, имканиятлар, шарт-шариятлар хақында сөйлескіміз келеді. Олай болса, таймыз ба? Таймыз. Балалық уақытыңыз қандай өтті? Сүйіп һәм сағынып еслейтін балалық болды ма? Яки қазіргі заманауи тілмен айтқанда қандай да бір травмалар болды ма? Балалықты еслейтін болса, балалығымда енді менің әкем, сонан басылайық, әкем Базарбай Надыров, Өзбекстан халық артисті һәмде педагог. Қарақалпақстанға академиялық қосықшылықта мектебін жаратқан инсан. Көплеген шәкіртлері бар қазіргі уақытта, мәселен сол шәкіртлері, сол халық артистлері, қызмет көрсеткен артистлер мектеплерде, вузларда, консерваторияларда істемекте һәмде үлкен сахналарда өзінің сол репертуарларымен шығып келмекте. Сондай бір менің өзімнің бір ажайып әкем бар. Енді өзі педагог болғаннан кейін әкем һәм сондай бір қатты қол ұстаз еді, қатты қол әке еді біздерге. Үйде де сол жұмыста қандай өзінің шәкіртлеріне қатты қол болса, үйде өзінің перзентлеріне сондай бір талапшаң, қатты қол инсан болған. Һәмде біздердің сол оқуларымызға үлкен ітібар берген. Біздер шаңырақта 4 перзент болсақ, 4-імізсам сол музыка мектебіне барғанбыз. Әрбір қайсымыздың сол мәселен сол үлкен ажағам менің дутарға қатынаған болса, сол 2 інім бар, олар баян аккордеонға қатынаған. Һәм мен шаңырақта бір қыз, мен фортепианоға өзім қызығып барғаман, жүда қызығып барғаман, сол фортепианоға бараман мен деп. Сол фортепианода оқығаман. Енді өзіңіз білесіздер, азыр көп ата-аналарым біледі, мәселен сол музыка мектебіне баста балалар, қызлар жүда қызығып барады, лекін бұл қиын оқу бәрібір зеркерлі болып қалады. Кейбір уақытлары сол бір 4-5 жыл оқығаннан кейін көп мәселен сол
балалар таслап кетеді музыка мектебін. Сонда біздерде ham сондай жағдайлар болған. Сол кезде сол әкеміздің қатты қолдауыменен бізде бітіргенбіз. Бірақ лекін сол өзім бәрібір ham сол фортепианоны сүйіп өзім барғанмын. Соның ішінде кейінгі уақыттам сол училище еді. Ол уақытта білім жұрты, 4 жыл білім жұртында, кейін сол 4 жыл білім жұртында сол фортепиано бөлімінде оқығанмын, һәм кейіннен институт бітіргенмін. Сол балалық кезімде әкеміздің сол балалық деген кезде мен тек қана әкемнің сондай қатты қолығы, талапшаңдығы көз алдыма келеді. Һәм де әлбетте балалықтағы сол әкеммен бірге жүріп, көптеген сахналарға шыққаным көз алдыма келеді. Менің әкем үшін бір жақсы оқыған адам оған ұнайды, егер де сен жалқау болсаң, егер де сен шұғылданбасаң, егер де сен өз кәсібіңмен сол уақытта мәселемізде сол фортепианода шертпесек, шұғылданбасақ, ол ең сол жаман көретұғын сол еді. Оқымаған, сауатсыз бала, сауатсыз шәкірт, ол үшін бір дұшпанға айланатын еді. Һәм сол талапшаң еді. Сол шәкірттеріне қандай талапшаң болса, біздерге сондай талапшаң болған. Көптеген мәселен сол біздер қазір өздеріңіз білесіздер, сол өзі Қарақалпақстанда 2-9 этажлы үй болатын еді. Енді қазір көбейді. Енді біздердің биік имаратларымыз сол уақытлар біздер өскен кезде сол 9 этаж деп айтылады. Сол жерде тұратын еді. Өзіңіз білесіздер, ол жерде бір домда 81 қожалық тұрады. 81 қожалықтың әрбір қайсында 3-4 баладан болғаннан кейін әлбетте далада сондай ойнағымыз келеді еді. Себебі бұл балалардың сол шау-шуын далада естіліп тұратын еді. Һәм әлбетте сол бала болғаннан кейін біздер ойнайық десек, сол жүда аз далаға шығып, жүда аз ойнайтын едік. Сіз таңлаған сол фортепиано тарауы 4-5 сағатлық шынығуды талап етеді. Талап етеді, әлбетте. Соның ішінде мені онша әкем қош көре бермейтін еді. Енді дым жібермейтін емес, енді жібереді, лекін көбінесе сол балалармен ойнауда қалып кете беретін едім. Аз ойнайтын едім. Лекін бұл әлбетте бүгінгі күнде маған жүда бір өзінің пайдасын тигізді. Кейінгі уақытлары мәселен мектепте оқығанда жақсы оқитын едім. Әлбетте сол әкеміздің, анамыздың талап қойғанынан алдымызға. Одан кейін сол білім жұртында да оқығанда, институтта оқығанда жүда мен не ойлайсың екен, ондай қиыншылық маған тудырған жоқ. Себебі сол бастан басылап базовый образование дейді ма біздерде, сол базовый образование жақсы болғандықтан мен кейінгі оқуларында сол жақсы оқығанмын, һәм де қиыншылық мындай менде тудырмаған. Көп мынандай жетістіктерге, қандай да көп ұтыстарға ие болғанмын оқыған кезімде. Соның үшін жүда меннен ата-анама балалық кезімде ондай етіп ойнамаған болсам, кейінгі сол міне келешекте өзіме осы кәсібім жүда асқатты. Әлбетте, сол бір балалық уақытыңыздағы балаларға қосылмастан, ойнамастан, көп минет еткеніңіздің жемісін қазір көріп жатырсыз. Бірақ сол кезлерде әкеңізге деген реніш болды ма? Әлбетте болады. Баламыз қой біздер. Баламыз кішкентаймыз, әлбетте. Неге жібермейді, неге қапа боламыз, жылаймыз. Лекін бірақ айтаман ғой, үйдем сондай бір қатты қол талапшаң еді, тәрбиемізге жүда қатты қол еді. Әкемізде мәселен бір мәртебе папа дейміз ғой, енді біздер ол кездер папа сол далаңа шығайын, мен қызлармен ойнайын десе бір мәрте сұраймыз. Яқ десе бір мәрте, мен екінші мәрте сұрамаймын. Ол екінші мәрте менде сұрау өз ойыма да келмейді. Мәселен бір шаңырақларда болады, анаңнан сұра дейді да. Ол анаңнан сұраудайым жоқ біздерде. Әкеміз яқ деді ма? Демек яқ. Уже екінші рет сұрамаймыз, барып сол өзіміздің ісімізбен шұғылдана береміз. Қандай қатты қолдық. Бірақ әлбетте сіздің көзал келешегіңізге деген бұл жетелеу. Әлбетте менің келешегімді ойлап, әлбетте сол менің кәсібімді ойлап істеген істер әлбетте. Инсан өмірінде көркем өнер, мәдениет тарауы қаншелі дәрежеде ахметлі? Сіз, мәселен, кішкентай уағыңыздан басылап осы тарауда өсіп кетірсіз. Білесіз бе, Перизат, ұлыма инсан өмірінде көркем өнер, мәдениет, музыка, бұлардың әмесі үлкен орынды иелейді инсан өмірінде. Себебі көркем өнер, мәдениет, музыка бұл универсал тіл деп айтылады ғой.
Калпке жетип баратыган. Калпке жетип баратыган бул музыканы тыңлау үчүн, музыканы эстүү, аны түшүнүү үчүн эч кандай тил керек эмес. Маселен, биз сиз менен түркмен музыкасы, казак музыкасы, болбосо Кытай музыкасы, Индия музыкасы эстесек биздер түшүнө беребиз. Ол сол элдин, сол миллеттин бул дастури косукларын, сол миллеттин бир кандай да өзгөчөлүгүн, ладларын түшүнүп барабыз. Демек, музыка биздерди миллетлер ара бириктирет, миллетлер ара биздерди бири-бирибизге жакын кылады. Және де, маселен, со көркем өнерде ичинде, маселен, сүрөтлөө өнерлер кирип кетеди. Маселен, бир мисалды алып карайтын болсак, музейлерге баратын болсак, биздер картиналарды көрөбүз. Картиналарды көргөн кезде, эгер биздер гидти жанлап биздер картиналарды көрөтүн болсак, биздер өзгөчө кандайда бир өзгөчө әлемге түсүп калабыз. Сол художниктин, сүрөтчүнүн салган сүрөтүн биздер түшүнүп башлайбыз гид аркылуу. Ол нени сол убакта көз алдына тутканын, кандай пикирлеген, онун философиялык пикирлерин, ол не демекчи болган бул картина менен. Сонда биздерде кандайда бир вкус дейди го, кандайда бир сондай бир фазилет, качество пайда болду. Биздер сол гозалыкты, философияларды түшүнүп башлайбыз, эгер биздер гид менен барсак. Эгер гидсиз биздер музейге кирип тек кана картина көрөтүн болсак, онда тек кана картинаны көрүп кетебиз, туурабы? Гид менен биздер түшүнүп башлайбыз. Демек, сол көркем өнер биздерде кандайда бир сондай бир жакшы фазилеттерди келтирет. Және де, маселен, кино, театр, булар сол көркем өнер, маданиятка кирип кетет. Бул кино, театр аркылуу биздер көргөн кезде жакшылыкты, жаманлыкты ажыратып билебиз. Сүйүүдү, мехр мухаббат берүүдү, кандайда бирөөлөргө ашынарлык кандайда жагдайларга да түшкөн кезде оны түшүнүүгө, бирөөлөрдү кайгырууга, маселен, со сезимдерден биздер со кино, театр дейбиз, театрлар аркылуу билебиз. Жашлык максимализм. Нагыз жанып турган, ар бир тарауда өзүн сынап, келечекке бир башкача кадем ата турган убакыт. Сиздин жашлыгыңыз менен азыркы глобал раважланып атырган замандагы жашларды калай салыштырасыз? Билесизби, Перизат, албетте азыр жашларыбызда имканият көп. Имканият көп. Биздердин со барбир со президенттерибиз тарапынан, башчыларыбыз тарапынан жашлар бул биздердин келечегибиз деп кура айтпаган да. Албетте, жашлар биздердин келечегибиз, жашлар со биздердин со кадыриятларыбыздан алып баруу керек, хамде өзүлөрү билимли болуп баруу керек. Энди өзүбүздүн жашлыгыбыз менен салыштырганда албетте анагулум паркы бар. Себеби биздердин убактыбызда мындай шариятлар болмаганда, азыркы жашлар ушундай шариятлардан пайдаланып, биздерге караганда шакканыраак, биздерге караганда талапты көбүрөөк коёт, биздерге караганда коркпайды, бир эмне кыл десек экен. Таза затты, жаңа жолго кадем басууду, бир жаңалык жаратууду, өзүн бир сынап көрүүдө коркпайтын жашларыбыз көп. Бул албетте биздерди кубандырады. Энди жашлардын арасында көп критикалар болот, маселен, жаш өлкөлөрдөн. Мындай эмес, булар тез, маселен, биздердин тарабыбызда тез популярный болууду дейт, маселен, тез таанымал болуп кетүү, тез көбүрөөк косук чыгарууду, көбүрөөк сахнага чыгарууду, өзүлөрүн көрсөтүүдө тез истейди булар деп көп критикага себеп болот. Дурус бир тараптан, бирок экинчи тараптан бул жашлар талпынып атырпты го. Бул жашлар алга илгерүүчүлүк иштеп атырпты. Бул жашлар өзүн сол жерде сынап көрүп атырпты. Жакшы болсун, жаман болсун, албетте, бул кандайда бир неси да болду. Бирөөлөр кандайда жакшы аткарып чыгады, маселен, бирөөлөрдө онча эмес болуп чыгат, бирөөлөр кате иштеби мүмкүн. Лекин бул сынактан барып өтүп атырпты, басып өтүп атырпты. Сол жери кубандырады. Лекин экинчи тараптан энди мени азыр тыңлоочулар айтуу мүмкүн, энди бул эмне кыл деймиз, сапасы жоголуп атырпты го. Дурус, сапасы жоголуп атырпты, лекин жашлар өзүнүн истөөдө, сол өзүлөрүнүн кателигинин үстүндө иштеп, өзүлөрү сол алдыга кадем басып атырпты. Бирок сол жашларга айтарым бар, албетте, эгерде сиз сол маданият тарабында белгилүү болгуңуз келсе, маселен, я болбосо башка тарабында да белгилүү болгуңуз келсе, болбосо жетишкенликтерге эришкиңиз келсе, келечекте
Әлбетте сіз сауатлы болуыңыз керек. Әлбетте әрбір қадамыңызды, әлбетте әрбір ісіңізді сіз қандай да бір сауатлы түрде алып баруыңыз керек. Сол кезде сіз хақиқатында да өз нәтижеңізге жетесіз. Ең бірінші үлкен сахнаға шыққан жасыңыз, жаслық уақытыңызда болған ғой енді? Неше жаста, қандай сезімдерменен болған? Мәселен, сіз айтып отырсыз, жаңа тез сахнаға шыққысы келеді, тез өзін көрсеткісі келеді. Сізде сол басқышылар қандай болған? Менде өзімнің әкем қосқышы болғаннан кейін, сол жаслайынан кішкене уақытынан басылап, сол қосық айтуға қызыққанмын мен. Хамде сол телевизордан қандай қосық болатын болса, соны айтқанмын. Хамде 7 жасымнан басылап сахнаға шыққанмын. Енді ол кезлері не десем екен, балалар, жас балалар шыға бермеген ба, сонда да сол уақытта мен шыққан кезімде бір қандай да бір үлкен бір жаңалық болған. Сахнаға кішкене ғана қыз шығады, һәм ол уақытлары тек қана жанлы хавас, жанлы атқару, артында жанлы шерту, инструментлерді, ансамбльдер шерту, һәммесі жанлы. Фонограмма деген затты біз ол кезде ондай оншама естпейтін ек, эстрадада болатын еді, шен болатын еді. Әмде бұл есімде сол 7 жасымнан басылап санат байрамы деген тек қана бір көрік таңлау болатын еді, соған апаратын еді. Әкем өздерінің шәкіртлеріне барған кезде мені де апаратын еді. Есімде сол 7 жас кезімде барған кезде Ташкент қаласына барып санат байрамында атқарғанмын, лекін жасы үлкенлер тайпасына барғанма да білмедім. Бәлкім ол кезде сол менің жасымдағы қосқышылар жоқ па, я бір білмедім. Сол уақытта айтқан кезде Садат Кабулова деген Өзбекстан халық артисткасы, сол әкеме айтып, бұл келешекте жас қосқышы болады. Мен егер бұның жасы жеткенде мен бұған бірінші орынды берер едім, лекін бұл кішкентай қыз біздерде сол 16 жастан басылап жоғары біздер қатынасады конкурста деп. Лекін сол уақыттан басыланған, һәмде 83-84 жылы сол Қарқалпақ мәдениет күндері Дағыстан қаласында болады, Махачкалада. Сол уақыттар сол үлкен концерт, үлкен гастрольға шыққан уақытым сол еді. Сол біздерден көптеген 200-ден аслам 300 адамға ішкем. Сол ол уақытлар гастрольге үлкен тайырғалық көріледі. Бір 3 ай, 4 ай давамында сондай үлкен концертпен мен сол Дагестан қаласына барғанмын, Дагестанға, Махачкалаға барғанбыз. Һәмде сол жерде үлкен қосқышлармен сол уақытлары Мақсат Қажаниязов, енді біздердегі бас дауысына ие, Байрам Ачановлар, Гүлпаршын апа Сырымбетовалар, Гүлхат апалар, Айымбетовалар, Замира Қожаназаровалар бар еді, теберсін ол кезлері. Һәммесі көргенмен, солар мен біргелікте сахнаға шыққанмын. Сол 84 жыл болатын болса, демек 8-9 жасымда үлкен сахналарды көргенмін. Жақсы. Инсанның қалбінде, сол айтып отырған қазір кішкене балалық уақытыңызда үлкен жетістіктеріңіз сізге хауес сезімдерін оятып жібереді да. Өміріңізде шүкіршілікті қандай сезінесіз? Шүкіршілік инсан өмірінде қаншелі дәрежеде ахметке ие? Қазір себебі айтып отырмыз ғой, глобал рауажланған заман, һәмме нәрсе бар, һәмме имканиятлар бар, бірақ инсанларда шүкіршілік азайып бара тұрғандай. Тура айтасыз, Перизат. Менің шүкіршілігім өзімнің шақсан өмірде жүдә көп. Мен әр күні шүкіршілік қыламан, шүкіршілік айтаман өзіме. Себебі өмірімде сондай ата-ананың перзенті болғанмын. Сондай әкем сондай үлкен ұстаз болған, әкем үлкен қосқышы болған, оны жүдә һәмме құрметлейді, оның минетлерін құрметлейді, оны халық жақсы көрген. Әзірге дейін әкем жоқ болса да аты бар. Әзірге дейін сол Базарбай Надыровтың қызысыз ба деп келеді. Кешіресіз, енді әкем хақында айтсам, әрдайым көзіме жас келеді. Әлбетте, әрбір ата-ана, әрбір әке сондай қыз баланың өмірінде оның кумирі болып өмір сүру керек. Әзірге дейін сол әкемнің көп шәкіртлері бар. Өзін көрген, көзін көрген.
солардың маған деген құрметі, солардың маған Айгүл қарындасым, апам, ажыпам дегендері қатты тәсір етеді. Сол ат көргенде, мәселен, сол әкемнің атын ескенде әлбетте шүкіршілік қыламын, себебі сондай инсанның перзент болғаны менің сондай бүгін күнде жетіскенліктерім әлбетте сол әкемнің бар болғаны, сондай адамның перзенті болғаны, сондай адамның қызы болғаны. Екіншіден әлбетте анам менің достым, менің жақын адам, менің сүйенер тауым. Ең қыз баланың, ұлыма перзенттің ең жақын достысы бұл ана деп айтылады. Себебі сенің жақсы, жаман тәрептеріңді ана тек ана қабылдайды. Тек ана көтере алады, оны тек ана қабылдайды. Соның үшін мен сондай анам бар болғанда мен шексіз шүкірлерім Алла тағалама. Әмде өмірде әлбетте болады перизат, қандай да бір тосқынлықтар, қандай да бір қиыншылықтар болады, лекін оны бір жеңіп өтуге бір үлкен сабақ. Ол өмірдің өзі бүткілдей сабақ. Бірақ дегенменен сол өмірде шаңырақлы болуым, сондай өзімнің өмірлік жолдасым болғаны, сондай ата енем болғаны, тосқаларым болғаны, қалай берсе өзім перзентлерім, қазіргі уақытта менің ақылқыларым бар. Соның бәріне және де өзім педагогпан, сол елдің, халықтың, сол мемлекеттің сол ардағындағы қызбан, шәкіртлерім бар, өнерім бар, атағым бар, құрметім бар, өзіме жараса. Соның барлығы әлбетте мен білемен, әмде шүкіршілік қыламын Алла тағалама. Бұған енді тек қана өзім емес, бұған әлбетте ата-анам, өмірлік жолдасым, ата енем, перзентлерім, ұстазларым себепші. Бәріне осындай ұстазларда, осындай ата-анада, осындай халықта, осындай елде, осындай жерде жасағаныма мен шүкірлік етемін. Әр бір жетіскенліктеріме мен шүкірлік етемін. Әлбетте, қандай мотивация болды, егер сіз осы керек жерлерді алып күнделік бетлеріңізге түртсеңіз болады, себебі ең бірінші шүкіршілік сезімі инсанға берілген кезде жақын инсанларының барына, сондай жақын инсанлардың жақыны болғанлығына ең бірінші айтып өтті. Айгүл апа жетіскенліктерін ең кейін айтып өтті. Тез жедел рауажланып отырған заманда инсанлар тек қана сыртқы гозалық, сыртқы көрініске қарап баха беріп жатырды да, менде мынандай машина жоқ, менде мынандай нәрсе жоқ. Бірақ қасымыздағы жақынларымыздың бізге берілген, Алла тарапынан берілген сондай сыйы, үлкен сауғасы екенлігін ұмытып қойып жатыр демекші мен. Дұрыс айтасыз. Менде бір сұрау бар да, жаслық уақытларыңызда жаңа өмірлік жолдасыңыз және де ақылқыларыңыз, перзентлеріңіз бар екенін айтып өттіңіз. Біздер сол 3-4 жыл алдын қызларменен сәубетлесіп қалдық та, өзі біздердің бір 4-5 қыз араласатын кругым бар өзімнің. Сол жерде жиналысып тұрған кезде тек қана жетіскенліктерге жеткен, өзіміз хауес еткен, біздердің мозамыз болған хаял қызлар хақында сөйлесеміз. Әлбетте олардың энергиясы бізге жұқсын деген мәністе. Сіз хақыңызда кеп кеткенде сондай еді мақталып, хауес сезімдермен айтылған кезде гозалыңыз және қадір қауметіңізді де айтып өттік. Сол кезде мен айттым, қазір оған өкпелейсіз ба, яки қуанасыз ба білмеймін. Айгүл Надырова тұрмысқа шықпаған ғой, соның ұшында оның қадір қауметі, гозалығы бұзылмай тұрды деп. Ал қазір болса сіз ажайып, сүйсініп, езіліп отқан ақылқыларыңыз бар. Рахмет. Сол бір тұрмыс құру уақытларында өзіңіздің ойлаған, өзіңіздің арзу қылған инсаныңызға жұп болғансыз ба? Яки қандай да бір себеплер, кімдердір себепші болған ба? Қызық сұрау болды. Енді өмірлік жолдасыменен мен
ерте танысқанмын. Себепші болған бұған менің достым бар, Мұхаббат деген. Біздердің сол Өзбекстан халық артисткасы Гүлбаршын апа Сырымбетова бар. Біздер соларменен қоңсы тұрғанбыз. Қызы Мұхаббат бар, қызы менен жүдә ойнап өскенбіз, біргелікте дос болғанбыз. Соның досы болған менің күйеуім. Жақсы таныса досы болған. Сондай бір ажайып инсан бар, сондай ажайып бала бар деп таныстырған. Лекін мен таныстырған кезде мен білмеймін. Мені сол елі есімде 91 жыл 1 Наурыз болды. Ол кезде Наурыз байрамын бізе онша түсіне бермейміз. Енді сол мұстақыл қалып байрамлар, таза байрамлар Наурыз енді қарасақ сол үлкен сол 9 ташымыздың артында үлкен ярмарка болып жатыр. Адам көп. Мен өзінің сол сауда сатығыменен банд сол жақта Мұхаббаттың келіп, Айгүля төменге барып қайтайық, сол жерде жақсы бір выставка болып жатыпты. Сол выставкада көп нәрселер әкелген. Соны көріп қайтайық, өзімізге бір нәрсе алып қайтайық деп елі есімде бар. Сол үйді жинастырып жатқан кезінде сол специалерімді, нелерімді тастап үстіме сол пальтомды киіп шыққанмын. Салған болды ол кезде елі ядымда. Көп жүрдік. Жүріп біз әр жерді көрдік, енді қайтамыз ба деп қайтпаймыз. Енді қайтамыз бесем қайтпаймыз. Бір уақылары тұрып, келмеді, жоқ дейді. Кім келмеді, кім жоқ? Мен сол бір баламен сені таныстырайын деп едім. Жоқ, келмеді. Көреді ол менен деп, енді қайтамыз деп қайтып баратсақ, тоқта, Айгүл, тоқта, не, келді деп барып. Енді ол уақытта ұялы телефонларымыз жоқ, мобил телефонларымыз жоқ. Бұл жерге келдім. Қазіргі уақытта жүдә аңсат, мен мына жерге кеп тұрпаған келмерге дейді ондай. Адам көп адамның арасында енді көп болғанда жүдә көп адам. Мен тек бұлай тығылысып жүріпті. Сондай дәрежеде адам көп. Сол уақытта болашақ күйеуімізді көргенбіз, әмде танысып қалғанбыз. Лекін Мұхаббатқа айтқан, Мұхаббат, мен саған ешкіммен таныстыр деген жоқ па? Сен не деп жүрсең, неге маған айтпайсың, мен таныстыратын болсам, мен шықпаймын деп. Себебі ондай не дейм екен, не қылды ғой, гордый дейді ма қазір, мен жігіттерге қарамайтұғын қыз болғанмын. Себебі үйімізде әкеміз жүда қатты қол, ол жігіттермен сөйлесу, жігіттермен танысу болмайды біздерге. Біздер тек оқуымыз керек, сол фортепианомызды шертуіміз керек, жақсы сол студент болуымыз керек болғаны. Сол кезде танысып қалғанмын, болған сол 91 жыл сол жігітпен танысып. Өзіңіздің ойыңыздағы нәсілер. Мәселен, қазір көп психологияда бар ғой, сызады, суреттерін салады. Өзімнің ойымдағыдай болмаған. Соның керісінше болған. Мен басқа енді біздің күйеуіміз не қыл десең, бидайрен қарапареңнен келген жігіт, сондай еушылы, көп сөйлейтұғын, сондай бір юморист дейміз ба, тіл алғыш, жүда сондай шаққан бір сондай от болып тұрған жігіт. Мен неге дұр, өзім қиялымда ұзын бойлы, сондай бір ақтан келген болса, салдамалы, сөйлемейтұғын болсан қаран ки, қарама қарсылықта хәме нәрседе. Сіз өзіңіздің характеріңізге мас келуін сол таңлаған құсайманда. Енді ол кезде біздер о психология, ондай зат деген түсінбейміз, лекін сондай зат қалеген құсаймыз да. Қарап тұрсам, бұл менің қалеуіме ұмуман мас келмейді да. Сонда Айгүл деп атымды айтқанманда һәм кеткенмен болғаны, сол бір сөйлегенім болғаны. Лекін кейінен ала, енді сол бұл жігіт жүда шаққан, тіл алғыш, өзі от болып тұрған жігіт, сол бияғыма шығып, сол көлімізді алып, кейінен соны енді соған үйреніп қалғанымызды, соны сүйіп қалғанымыздан білмей қалғанымыз кейінен. Сонсан мен танысып, әмде сонсанға тұрмысқа шыққанмын. Әлбетте. Негізі айтады ғой, жұптылықлар минус плюс болып жүреді деп, бір-біріне қарама қарсы характерде. Әлбетте, әрдайым қоса қартайып, перзенттеріңіздің, ақылқыларыңыздың рахатын көру бұйырғай. Рахмет. Жаңа айтып отырсыз ғой, сол атым Айгүл деп кете қойғанман деп. Ал
сол кездегі ұзатылулар, сол кездегі тұрмысқа шығулар басқышылары қандай болған? Қазіргі заманмен салыстырғанда. Қазір жүда маба болып кетті. Өзіңіз де мәдениет тарауында жүріп, көплеген ажайып, ниет етілген той қызметлерінде боласыз. Біздердің уақытымызда білесіз ба, біздердің уақытымызда жүда алып қашулар дейді ма? Жүда көп болған. Енді ұзатулар болған, лекін шең болған. Әкем менің қызым тұрмысқа беретін болсам, тек ұзатып беремін. Ешқандай алып қашу, ондай зат болмау керек. Әлбетте мен алдына өту керек, танысу, білуім керек мен. Бір сөзлі болған әкем. Әмде және бір затты айтып өтемін, мен қызыма алмайман деген. Әмде сондай болды. Мен сол танысқаннан кейін біздер 3 жыл давамында сол бір-бірімізді біліп, үйреніп жүрдік. 3 жылдан кейін сол күйеуімнің ата-анасы, ата-енем келіп, танысып, үйімнің ішіменен айтып, осы бала сондай жерде оқиды, сіздің қызбен танысқан екен, сондай хамес нелерін айтып, танысып біліп, білгеннен кейін, танысқаннан кейін, сол әкем сол маған мәулет берің, мен ұзатып беремін қызымызды деген. Әмде ұзатып алғаннан кейін, әлбетте сол қалмалға келген кезде сол әкем айтқан, мен әлбетте қызым мен бейбақа, оның бақасы жоқ. Бір жалғыз қызым бар. Мен оны ешқандай қалмалға, еш затқа алмастырмаймын. Маған қалмаңыз керек емес. Мен қызым бақытлы болса болды деген. Менің қызым бақытлы болса болды, менің қызым өзінің кәсібін давам етсе болды, менің қызымды жылатпасаңыз болды, маған сол бақытты қызымның дейді. Сол ешқандай қалмалсыз сол мені жіберген, бірақ өзіме сол керекті сол уақыттағы сол көрпе-төсек дейме, сол қазіргі уақытта сарпа дейміз ғой, солардың хамесін беріп, әтеке пианиномдан беріп жіберген. Енді әлбетте барған жерім менің көркемөнер мәдениеттің тарауындағы адамлар емес. Соң үшін қызым өзі пианист, педагог, өзі соң үшін пианиномдан, елі есімде бар, 4-ші этажда отырамыз, 4-ші этаждан пианиноны түсірудің өзі бір қызықлы болды. Себебі ауыр, білесіз, пианино. Сонымен ұзатылып шыққан. Енді қазіргі уақытта дұрыс, біздер көп тойларға барамыз, кейбір уақытлары сондай ата-аналардың қиналғанларын көремін. Ата-аналардың жақында ғана, мәселен, мен сол бір қыз ұзатуға барған кезде барып қарасам, сол сарпалар дейміз ба, қыздың дүниелері жүда көп екен. Әлбетте бұл бір жағынан қызға жақсы, енді өзінің заты, өзінің киімі жат жерге барғаннан кейін алтақ-жалтақ болмайды, ешқандай өзінікін алып кие береді. Дегенмен екінші тараптан әлбетте бұл ата-анаға қиыншылық тудырады. Хамме жерде бірдей емес, не қылаймыз, мынандай финансовый жағдайлары, лекін ата-ана сол қызым кем болмасын, қызым жыламасын, қызым ойын созбасын, қызым жалтақ болмасын деп ана деген мен нәрсені беруге тырысады. Сол жақында бір тойға барған кезімде ұзатып атырсам қызды, еш ананың көзі, ойы басқа жақта да, қызы ұзатылып атырыпты. Мен айтып атыппын, ана жаным, сіз пәтер беруіңіз керек, сөйлеуіңіз керек десем, ауа дейді, және басқа зат ойлайды. Тек қана дүние малына қарап, қызының үстіне қарап, қонақлар енді мүмкін емес, жүда көп, біздердің сол халқымызда көп келеді. Солармен алтақ-жалтап қарасам, ана жанымызға қарасам, ана жанымыз енді адамның түріне шығып кетеді ғой, мына қап-қара болып кеткен да енді да деп қарадым. Мен айтым, сізге осы қызды ұзату қаттыға қаншайлы қиын екен бетіне шығып тұрыпты да. Енді әкесам жүріпті, анасам жүріпті, ең кәмесінің ішіне тек ана бейшара сол түтіні шығып кеткен да, бетіне шығып кеткен шаршаулары, бұл не қылдейді, переживание дейміз ғой, солардың қамес ананың бетіне, ананың мойнына, ананың еңсесіне түсіп кеткен да, сол ана да білініп тұрыпты. Соған қарап мен айтамын да, әлбетте қызға беру керек, лекін қандай да бір шек болу керек шығар. Себебі ата-анаға да бұл ауырмашылық түспеу керек. Ата-ананың кейінгі және басқа перзенттері бар, келілер бар, қызлары бар шығар. Соңшында біздің халықта
жақында енді мына парман шығып жатырыпты, тойлардан ықшамландыру керек, санаткар дейміз ба, сол қосшыларымыздан ықшамландыру керек шақырған кезде деп. Мен соған қосыламын. Өзім себебі той берген кезде халық көп, ел көп, үлкен той болып кеткен менікі да. Енді айту мүмкін, Айгүл Надырова өзі үлкен той беріп болып, енді халыққа кішкене тойды рауа көріп жатыр па деп. Яқ, ондай емес кәп. Әркім бәрібір ертеңгі күнәм бар, ертеңгі дауамам бар, басқа перзентлерім бар. Мен ойлаймын, тойларды ықшамластырып беріп, қызға да дүнияны ықшамластырып беріп, қайта сол тойға шашқан ақшаларды мен ойлаймын, жастардың өзіне, жастардың келешегіне сарпласа, мұнан бір көбірек бір нәтиже болар ма еді, балаларымыз бақыттылырақ болар ма еді. Неге қазір біздер сол басқа рауажланған шет мемлекетлерде тұрмыс құрса кішігірім қылып, үлкен рауажланған мемлекетлерде тойларды жүдда ықшам етіп береді. Олардың ақшасы жоқ па, олардың дараматы жоқ па? Яқ, олардың дараматы бар. Олар өйтіп шашылмайды. Дұрыс, біздерде мұсылман халықта шашу деген болады, шашылу керек, бірақ оның шегі болу керек, шекарасы болу керек та. Бірақ сол жеткен мемлекетлерде тойларды ықшам етіп береді. Сол керекті мұдада ақшаны бұлар кімге береді? Жастарға береді. Солардың саяхатына, солардың керек болса машинасына, керек болса квартирасына, керек болса оқуларына сарплайды. Мен ойлаймын, сол зат дұрыс деп. Әлбетте дұрыс айтасыз. Тұрмысқа шықтыңыз, тұрмыс хақында. Тұрмыс бөлімімізге бір кіріп алдық. Ата ене машқалалары сізде қандай болған? Өміріңізде келін образын қандай етіп әмелге асырғансыз? Сұрау енді, по-моему, нешінші рет берілуі маған. Лекін тұрмысқа шыққан кезімде мен умуман сондай шаңыраққа шыққанмын. Бұл шаңырақ умуман мәдениет көркем өнерден жат. Бұлар финансистлар, бұлар бизнесменлар, сондай шаңыраққа шыққанмын. Хамде шаңырақ қазіргі неменен өлшейтін болсақ, үлкен шаңырақ, себебі шаңырақта 4 ұл бір қыз болған, ата-енем болған. Хамде және алдыңғы уақытлары білесіз ба, мәселен сол өзіңнің жайың сол қалада болатын болса, Нокс қаласында ағайындар келіп өзің перзентлерін оқытса, сен үйінде бекешілерің, қайынлерің, сондай шаңырақ болған мен. Хамде 4 ұл бір қыз болатын болса, сіз нешінші келін болдыңыз? Бірінші келін болғанмын. Бірінші келін болғанмын. Сондай мен өзім домда өскен болсам, сол 9 жыл өскен болсам, мен жайға түскенмен келін болып, әлбетте бұл умуман басқа нәрсе екен. Үлкен парқ білдіреді, себебі жайда біздердің жайымызға қарағанда үлкенірек, одан кейін атыз деген бар, қоралар бар, жұмыслары көбірек. Қарасам тауықлар да бар, қазылар да бар, қойлар да бар, сиырлар да бар, тандыр да бар екен керек болса. Сондай шаңыраққа түскенмен хамде енді сұраған кезде айтсам, адамдар сенбейді, таңғалады. Мен түскеннен кейін келін болып түссем, сиыр алды енем. Үлкен тана алды, үлкен сиыр, білмен породный ма, жүда үлкен еді. Сол сиырды сол 3-4 жыл давамында сауғанмын мен даже. Бірінші рет әлбетте өзім қыз бала кезімде сиырдан қорқатын адам. Сондай ағайындардың үйіне барсақ, әлбетте сол туалет қораның қасында болады, сол қораның қасынан өтуге қорқатын адам. Бұл жерде барып, сол сиырдың астына кіріп, сиырды сауы керек. Алдын әлбетте сол бір 2-3 апта енем сауып жүрген. Соқта сиырды алып келді, енем сауады, күйеуім ұстап тұрады, бір қайным жемін істейді, бір 3-4 адам болып сауады. 3-4 сондай 3-4 апта сауып жүргеннен кейін бір күн үйімізге бір ауылдан қайнымыз келді. Ауылдан қайнымыз келсе, таңменен енем шығып баратыпты, сол сиыр сауғақ, күйеуім, қайным барып ұстап тұрады, біреу жем істеп тұрады, енем сауып тұрады. Соны ауылдан келген қайным қарап, хайран қалған ғой. Мен болсам төсектерімді жинап, дастархан жинап, дастарханды жайып, шайларымды демлеп кете жақпан оқуға. Оқимын әлі, студентпін. Қарап, айнадан қарап тұрған екен де, сөйтіп маған деп қарайды да.
келін істемей жатыр. Түсіндім, мен тек бір қараудан түсіндім, ол қайныма есіртеген жоқ, тек бір қарағаны болды деп маған қарай, там айнаға қарайды. Сол екен, білмедім, сол қайнымның бір қарауы маған жетті. Жеткілікті болды. Мен айттым, мен емес, егер осы сиырды саумасам. Сөйтіп үйрендім өзіме, алдыма мақсат қойдым. Азанмен тұраман, қайным жем істеп береді, күйеуім ұстап тұрады, сол барып қалтырап, сол сиырдың астына кіріп, сиырды сауып, қолдарым талып кетеді, қыстың уақыты февраль, қолдарым талып кетеді, қолым қатып қалады, және бәрібір сауа алмай. О сиыр болса жүдә породный, көп береді. Баяда білесіз ба, мынандай шелек болатын еді, енді эмалированный дейміз, 12 литрлік шелек болатын еді. Соның алдамайма 6-7 литр сүт беретін еді, бір бергенде. Сондай породный еді. Сөйтіп саусам, бір азғантай үйрендім, бір аптадан кейін қарасам, қайным жоқ. Өзім істедім жемді, бір аптадан кейін, және 3-4 күннен кейін қарасам, күйеуім қарамайды, уже сиырға үйрендім, өзім барып жемін істеп, өзім сиырға қарап, өзім сауып сөйтіп болдым. Әмде жақсы үйреніп алдым, білмеймін, техникасын жақсы үйреніп алған ұқсайды Айгүл. Сол азанменен сиырды сауып, әпкеліп, сол 3-4 қабат селеден өткізіп, оны пісіріп, қарашайларын демлеп, себебі біздің үйде енді адам көп болған соң, мен қарашай ішекеді. Қарашай ішеді, көжелерін пісіріп, қарашайларын демлеп, азанмен сөйтіп оқуға кететінім. Сондай келін болғанман. Енді ол аттар енді қазіргідей шариғат бәрібір жоқ. Біздерде мәселен сол енді уақытлар бар болғанмен, негедір біздің үйде болған, мәселен кір жуу машинасы дейміз ба, пылесос дейміз ба, ондай уақытлар жаңа шығып атқан уақытлар ма, негедір соға мен зат қолдан істейтін едік. Қонақ күтсек, қаме нәрсе тоже қолдан істейміз, себебі қазіргідей магазинде тайын затлар жоқ. Хамде оқимын. Хамде кейінен 2-ші курс, 3-ші курсқа барған кезде балалда болғанмын. Олман барлық, мен ойлаймын, келінге барлық керекті нәрсе болса, соң бәрін істеген шығармын. Даже нанам жауғанмын мен уақытында. Нанды қызылайымнан сол әжемнен үйренгенмін. Ауқат пісіріп білмесем де нан жауып білетінім. Қарашайды жақсылап демлеп білмесем де нан жауып білетінім. Сондай бір келіншек болғанмын. Хамде қазіргі уақытта айтады ғой, генерал шешем деп, генерал абысын деп. Себебі кейіннен менен кейінгі және 3 келін бар. Қазір Құдайға шүкір, хамесі жақсы. Қандай жақсы, қандай ажайып. Келілер түртіп алсаңыз болады күнделік бетлеріңізге. Әр бір нәрсе қиыншылық дегенменен бәрібір сол бір басқышлардың өзі бір жағынан мазалы, есте қаларлықтай. Әлбетте. Қазір жас келілерге айтарымыз, әлбетте, хамме нәрсе өткінші. Тек қана сол кезде қабылдап, үйреніп, барынша жақсы болуға әрекет ету керек. Әлбетте. Өзіңіз қандай енесіз қазір? Бір келініңіз бар, адаспасам, е? Келінім бар. Енді қандай енесіз деп сұрауды менің келініме беру керек шығар енді. Енеңіз қандай деп. Бірақ мен келінімді ондай қатты қол ұстамаймын. Себебі кішкентай баласы бар. Мен мәселен сол келініме айтамын, балаға жақсы қараса, жылы сөз болса, сол өзінің кухнямыз дейміз ба, сол асханамызға қараса, тамағын уақытында берсе, болды. Мен келіннен еш уақытта суаққа дейін, мәселен, мынауын тайырламағансаң, мынаны жуып сыпырмағансаң, мына жерің таза емес, мынаны істемегенсең деген адам емеспін. Себебі білмедім, көріп тұрман, баласы кішкентай болғаннан кейін балаға менің ақылығым, ол өлең бар да, өзімнің ақылығым болғаннан кейін, менің балам болғаннан кейін, ең сенің басыл уазипаң балаға жақсы қарау. Оны ауыртып алмау, соған жақсы тәрбие беру, соны жақсы рауажландыру, хаммен нәрсесін іслеу. Сол келіннің басылы уазипасы қазір мен үшін. Енді келінім өзі тәрбиялы, өзі бір көргенлі келін, өзімнің шәкіртім, ата-анасына жақсы тәрбие алған келінім, соның ішінде өзінің вазипасын жақсы біледі. Енді айрым затларға да үлгермесе де, мен оған мәселен әтібар бермеймін, өзі біліп істей береді кейіннен. Соның үшін келініме қатты қол болғым келмейді, келінімді мен өзімнің қызымдай көргім келеді, келінімді өзімнің досымдай керек болса, мәселен сол көп нәрселерді онымен ойласам. Мәселен, қазір мен айттым, күнде лайк көрсетуіне шақырып отырыпты. Асал, міне 3-4 либас алып шыққанмын, костюм, қайсысын кейін.
не деп ойласаң, мынаны киейін ба, мынаны киейін ба, мынаны киейін ба, сондай затлардан ойласаман. Мәселен, концертлерге шыққанда мынандай қосқа айтаман, қандай қылсам екен, қайсы костюмымды, сондай затлардан ойласаман. Бір жерге баратын болсам, көп саяхатларға шығаман, не алып кету керек, қандай болады, қандай жерлерге бару керек, о затлардан ойласаман. Келінді өзіме жақын алғым келеді. Келінді өзіме жақын қызымдай болғысы келді. Болғанды қалаймын. Себебі бәрібір ертеңгі күнім бәрібір сол келілермен, сол ақылқылармен болады. Сол үшін келінім маған ең жақын инсанлардың бірі. Әлбетте дұрыс айтасыз. Кішкене бір мәселелерде ойласқанда инсанлар арасында қатты бір жылы сезімдерді оятады. Әлбетте сіз сондай тек қана қазір мейманымызға емес, әзиз ықыласпеншілерімізге де жөнелгім келеді. Сіз сондай бір қайнене, сондай бір жақсы инсан болсаңыз, атрапыңыздағы инсанлар да сол жақсылықты өзіңізге әлбетте қайтарады. Және де сахнаға қайтқым келіп тұр. Сіздің өміріңізде болған ба, мәселен, ішіңізде қандай да бір қиыншылықтар яки қандай да бір жаман сезініп тұрсаңыз да сахнаға шығу шарт болған уақытлар, сол кездерде қандай әмелерді істейсіз? Қиыншылықтар енді әлбетте болады, Перизат. Әрбір адамның басында болады. Әрқилы қиыншылықтар болады. Өмірімде сондай бір қиыншылық болған, өзіме бір не қылсам екен, өзін жақын тұтқан адам, бір өзін досана тұтқан адам бір қиянат қылған. Сол кезде мен жүдә қиналғанмын. Қиналған кезде жүдә бір стресс халатқа түскенмен, стресс жағдайға түскенмен, һәмде сол уақытлары концертлерім көп еді. Сондай стресс халатқа түскенмен даусым сөйлеуге даусым болмаған. Қосқа айту бір жақта тұра берсін, һәмде сөйлеуге де даусым қалмаған, һәм сол уақыттарға концертлерді мен отказ беруге бармауға мәжбүр болғанмын. Әлбетте мен айтылған алдын, себебі ондай концертлер жаңлы концертлер бұлар, һәмде жоғары саяси президентлер дәрежесінде концертлер болған. Сол концертлер бірнеше концертлерге қатынаспай қойғанмын сондай халатқа түскен кезде, жағдайға түскен кезде. Лекін бірақ кейіннен өзімді тез арада жинап алып, өзімді ұстап шығуға әрекет қылғанмын. Әлбетте бұны мен ойлаймын, күшлі адамлар ғамизатты бір шетке қойып істей алатын шығар, бәлкім мен ондай күшлі емес шығармын. Себебі қазір маған сұрау бердіңіз, мен қазіргі уақытта сол жақында Малика Ашырс дейді, сондай оқуға барып келгенмін. Сол жерде бір ұстазымыздың уақиясын айтып берді. Сахнада комедия болып отырған екен, театрда комедия қойып отырған екен. Бас рөлдерде бір сол артист ойнайды дейді, ұстазымыз дейді. Сол театрда сол спектакль басыланбастан алдын оған звонок келеді, қоңырау келеді. Қоңырау келген кезде оған айтады: ұстаз, сіздің қызыңыз суға кетіп, шөкіп кетті, қызыңыз кетіп қалды, суға шөкіп кетті, өліп қалды қызыңыз, қайтыс болды, соны айтпақшысыз сізге. Әкесі ғой, сөйтіп звонок кеткен кезде әкесі спектакль басыланacak дейді. Спектакль комедия дейді. Енді ол жерде бас рөлде. Ол қазір таслап кетсе, неше келген тыңлаушылар, қаншама спектакльде ойнайтын адамлар һәммесі не қылам, спектакль қойып кетсе болды да, болмайды, ол кетіп қалса. Сонымен өзін жинап, сол адам спектакльде ойнап шыққан. Комедия, һәмме сол шабатлауды ұрып, һәмме күліп, сол бұндай етіп ойнамаған бұл ұстаз. Осындай етіп ойнаған бірінші көруіміз деп, енді күнде болады ол спектакль. Бұл айрықша болды бүгінгі ұстаздың ойнаған бұл спектакль дегеннен кейін, спектакль тамам болғаннан кейін жаңағы ұстаз неміз, артистіміз шығып, енді өзінің нелеріне сахна жауғаннан кейін айтқан: ертең мен қызым суға кетіп өліп қалды, ертең жаназасы болады, келесі деп соны айтып кеткен кезде һәмме лал болып қалған. Қалай адам сол өзінің перзентін суға шөгіп кеткен біле тұрып комедияны ойнаған. Мен ойлаймын, бұндай адамлар қатты күшлі адамлар шығар деп ойлаймын.
білмедім, бірақ менде ондай күш жоқ екенін мен сол кезде, сол өзім стрессовый халатқа түсіп қалған кезде білдім. Айгүл, ондай күшлі емес екенсің. Лекін өзімді жинап алуға кейіннен сондай ұстазлардың оқиғаларын көз алдыма келтіріп, әлбетте жақын атырапымда жақсы мысалдарым көп, Құдайға шүкір. Солардың күшімен мен өзімді алып тез арада сахнаға шығып кеткенмін. Сол бір жағдай енді ол инсанның соншел тас бауырлығы ма, яки өнерге деген құрметі, өнерге деген сондай күшлі бір характері ма? Яқ, бұл сол өнерге, кәсіпке деген жауапкершілік. Білесіз ба, біздердің кәсібіміз басқа кәсіптерден айырылып тұрады, себебі біздер халықтың алдына шығамыз. Мен құр мәселен құр мұғалім емеспен, құр мәселен бухгалтерияда емесе, құр экономист емеспен, мен сол қандай да бір уақия болса, мен үйіме кетіп қалатындай таслап кетемін. Біздер еш уақытта сахнаны, зрительді, тыңдаушыларды қалай таслап кетесің? Келіп отырыпты, хаммесін, онда сен жауап кету керексің. Сол мәселен сол ұстаз кетіп қалғанда, сол күн спектакль болмайды, қанша адам жұмысқа шықпайды. Қаншама адамлар билет алып кірген. 300, 400, 500 адам отырыпты ана жерде. Олардың памес үйіне қайту керек, бұл спектакль болмайды болса, бұл кәсіпке деген жауапкершілік, кәсіпке деген пыдайлық. Себебі менде көп өзімде болмағанменен сондай қосқышылар білгенмен, анасы қайтыс болғанда да, мысалы қандай да бір жақынлар қайтыс болғанда да мәжбүр болған сахнаға шығып қосқа айтуды. Әлбетте оны жақынлары түсінбеген, ауа сондай үйінде қайғы болып жатырды, бұл болса сахнада қосқа айтып жүрді. Ол кеуілін шадлау үшін, кеуілін көтеру үшін сахнада қосқа айтып тұрған жоқ. Ол өзінің кәсібінің пыдайысы. Жақында ғана мен Астана қаласында болдым, сол сентябрьде. Ол жерде Silkway Star деген үлкен халықаралық көрік таңдау болып жатырды. Бұл жерде Қазақстан мен Қытай арасында сол проект, hamde бұл Silkway Star'да 12 мемлекеттен қосқышылар қатынасып жатырды, 12 мемлекеттен жюрилар қатынасып жатырды. Әр бір мемлекеттен бір жюри. Сонда мені Өзбекстанның атынан жіберген, Өзбекстанның атынан мен жюри болдым. Сол жерде малайзиялы жюри, әйел адам, анасы ауырып жатыр еді. Анасы ауырып жатыр еді, барды. Нелер арасында, турлар арасында 3 күн, 4 күн уақыт беріледі. Кейін және кейінгі тур болады, Сол 3-4 күн ішінде малайзиялы әйел үйіне барып келеді, бірақ ол пересадкаменен баруына, қайтуына билет алған кезде жолда самолетлар задержка болып кеш барады үйіне, hamde анасымен тек қана 4 сағат қасында болып, кейінгі самолетқа сол уже уақыт келіп қалады және қайтады. Қайтқаннан кейін ендігі тур болайын деп жатырды, азында қарасақ, малайзиялы сол жюри отқан екен, түнде анасы қайтыс болып қапты. Бұл бірақ уже бұл Астанада қайтып келді жюрилыққа. Енді бұл жерде бұл жюрилық қылмаса, Малайзиядан бір жюри болмаса, онда проект болмайды. Бұл конкурс болмайды, себебі бір жюри кеміс болса, бал система қойылулары хамес бұзылады. Сол уақыттың ішінде біздер Малайзиядан және жюри шақырып келу енді имканияты жоқ сол уақытта, сол моментте, себебі уже хамесі график бойынша бұл ісленген нәрсе. Сол малайзиялық жюримсам өзін ұсылап, сол жерде жюрилық қылды. Болмаса, сол анасы қайтыс болды, анасының сол жаназасына да бара алмай қалды. Бұл міне кәсіпке деген пыдайлық. Hamde және бір Өзбекстаннан біздерде Мадина Бану деген жас қызымыз сол жерде атқарып жатырды, Өзбекстанның атынан шығып жатырды. Ол сондай жағдайға түскен, сол көрік таңдаудың кезінде өзінің атасы қайтыс болған, өзінің қолында тәрбиеланған атасы екен, жүдә бір мехір берген, сондай бір атасы екен, соның қолында тәрбиеланып өскен қыз екен. Проекттің кезінде сол атасы қайтыс болады, бұл Мадина Бануам Өзбекстанға қайта алмайды. Сахнаға шығып қайта алмағаны бір, ол тұра берсін да, ол және сахнаға шығып қосқа айту керек. Ол және тек қосқа айтпау керек, ол конкурстан жеңіп шығу керек. Күшлілердің арасында өзін көрсету керек. Ол міне кәсіпке деген пыдайлық, жауапкершілік деген нәрсе. Соның үшін
айрым кезлері сондай мәдениет тарауының жақылар қайтыс болып қалса, ол адам концертлерде жүрсе, және бір жерлерде жүрсе, халық арасында түсінбейді онша. Мен ойлаймын, ол натура зат. Өзімде де болған, мен ол зат. Мұстақылыққа 20 жыл алдын сол мұстақылыққа шығайын деп тұрған кезімде өзімнің бикешім қайтыс болып қалған. Мен енді Нүкіске барып келейін десем, уже мен ертең шығуым керек, мен үлгере алмаймын барып келуге. Сахнаға шықпайын десем, мен солист болып айтып тұрпан. Егер мен сахнаға шықпасам, мен бүткіл Қарақалпақстанның Қарақалпақтан бір номер өзі да. Мен солист болып шықпасам, онда бүткіл Қарақалпақтан номер умуман болмайды. Мен қандай? Мен мәжбүрмін, мен шығуым керек. Сол уақытта мені түсінбеген адамларым болған. Бұның бикеш қайтыс болып жатырды, лекен бұл мұстақылықта мен алдында қосқа айтып жүрді. Мен қандай жағдайға түскенмен сол кезде? Сөзге қалғанмын, өзім қиналғанмын, выжданым қиналған. Лекен мен ол жерге шықпасам, мен онда бүткіл республиканы қандай да бір подводить етемін. Мәселен сол. Сондай жағдайлар болады біздерде. Соның үшін біздердің кәсібіміз басқа кәсіптерге қарағанда өзгешелігі, қандай да бір басқа бір тарифлерде бар деп атқаным сол. Әлбетте бұлардың бәрі өмірдің жазылмаған қағидалары. Мәдениет тарауының инсаларының жүректері бір басқаша соғатындай менің көз қарасымда, не? Басқаша көзалықлар, басқаша дөретпелер істейтін. Көз қарасымда демесе де, әлбетте олар сондай өмір кешіреді. Өмірді басқа тарептен көреді олар. Қазірде сол мәдениет тарауында уажлану басқышына қадем қойып отырған жас қызлар хақында не айта аласыз? Мәселен, кімдерді мысал келтіре аласыз? Енді біздерде қыз қосқышлары, мәселен, өзімменен шығатуым, өзімнің дәуірлес қызларым, досларым, қандай бақалаймын, жүзде жоғары бақалаймын әмесіне. Мен кімдедір жақсы айтады, кімдедір мынау зор, мынау онша емес, мынау екінші дәрежелі, мынау бірінші дәрежелі деп айтқым келмейді. Білесіз ба, біздерде айрым адамлары сондай түсінік бар да, қосқышыма, дауыс күшлі ма, көбірек дауыс үлкенірек па, ол сол зор болды. Күшлі қосқа айтыма болды, сол зор. Ана қосқышы, онша емес, мына қосқышы. Ондай етіп бақаланбайды, адамға ондай бақа беруге болмайды. Неше қосқышы болса, соншама дауыс бар. Білесіз ба? Менің дауысым менен сіздің дауыстың тембріміз. Тембр деген краска деген, бояу реңі басқаша. Тура ма? Қосқышылар да сондай. Мәселен, еш уақытта менің даусым менен, мәселен, Мұхаббат Нұржанованың даусын, екеуміздің даусымыз екі бөлек, біздер екі бөлек қосқышымыз. Емаса Азима Асенова тыңлап отырсаң, сіздер өзіңіз көрмесеңіз, сол қосқышыны сіздер дауысын айырып білесіз. Не үшін? Қалай айырып білесіз? Дауыс тембрларымен айырып білесіздер. Тура ма? Еш уақытта бір адамға тек бір қосқышы ұнамайды. Әрбір қайсы өзінің репертуарына ие, әрбір қайсы өзінің дауыс тембрларына ие, әрбір қайсы өзінің мұхлисларына, тыңлаушыларына ие. Еш уақытта бір қосқышыны сіз тыңламайсыз. Мәселен, өзіңіз шақсан бір қосқышыны тыңлайсыз ба? Әрдайым. Еш уақытта сіз бірнеше қосқышылар тыңлайсыз. Өзіңіздің жақсы көретін қосқышыларыңыз бар. Соның ішінде қосқышыларды төмен, жоғары деп айырғанда мәселен мен жаман көремін. Лекін әлбетте қандай да бір нелер айтуға болады оларға, мәселен, мына қосықты атқарған кезде бұлай айтқандай, мынаны еледе бұлай айтқандай деп айтуға болады. Лекін қосқышыларды жақсы жаман, пәс төмен деп айырғанды это натура зат, бұл сауатсыздық деп ойлаймын, бұл мәдениетсіздік деп ойлаймын. Себебі сол қосқышы өзінің өмірін, өзінің сол уақытын, өзінің талантын, өзінің сол финансовый жағын сол қосқа, сол мәдениетқа сарпылап атыпты да, хамет тарифлерден. Лекін ана жерде отырған көрермен, ямаса басқа адамлар оған бір ауыз сөзбен бақа беріп тастайды да, болды, соны сүйіп сындырып тастайды. Ол қате зат. Мен ойлаймын, ол сауатсыздықтан келіп шығады. Адам деген қазіргі дәуірдің адамы, мен ойлаймын, кеңлеу, пікірлеу керек. Әр тарифлемесіне қарау керек та. Екі қосқышын, үш қосқышын алып бір рейтингқа қойға болмайды. Әрқайсысы әрқилы. Соның ішінде әлбетте біздерде қазір өзімнің дәуірлес қызларым, өзімнің достарым барлығы да, мен ешқайсысын жоғары емаса төмен деп айта алмаймын. Әрбір қайсының қосқылары, әрбір қайсының репертуары, әрбір қайсының хауасы маған ұнайды.
кімдедір мына қосық ұнаса және біреуде басқасы қосық ұнайды. Үлкен ұстаз апаларымыз да сондай. Мен жақсы көреміз біздер. Мырзагүл Сапаеваның қосықларын жақсы тыңдаймыз. Гүлхат Шапайымбетованың, Базаргүл Каримованың, Тамара Душымовалардың, Гүлбаршын Сырымбетова өтіп кеткен ұстаз қосықшыларының әрбір қайсысын тыңдайсың. Неге сен бір қосықшыны тана алу керек екенсің? Неге сен бір қосықшы болу керек екен? Қарақалпақ елінде Құдайға шүкір, ұстаз қосықшыларым көп болған. Басқа ер адам қосықшыларым көп болған. Мың қатлы шүкір. Соңшында мен ойлаймын, еш уақытта мына тыңлаушылардан бір ауыз сөзбенен, қандай да бір адамның пікіріменен қосықшынға бақа беруге болмайды. Егер сен рауажланған дәуірде жасап жатқан, егер сен мәдениетлі болсаң, егер сен сауатлы болсаң, сен ондай бақа бермейсің. Сен хар тәрбиелемей қарайсың деп ойлаймын. Енді жас қыз қосықшыларға келетін болсақ, енді біздерде жоқ дей береді. Бар қосықшылар. Бар, қарқилы қызларымыз бар, жас қана қызларымыз бар, жақсы дауыслар да бар. Енді мен білесіз бе, қазір біреуінің атын айтсам, екіншісі қапа болады, үшіншісін айтады, онан кейін көп гәп сөз болады. Еш көрік таңлауы болып атыпты біздерде, тура ма? Сол еш көрік таңлауында мен жюри болғанмын, сол жерде көргенмін көп қызларды. Қазір сол қызларым клипларым шығып атыр, концертлерде шығып атыр, басқа да көрік таңлауларға да қатынасып атыр. Мені бұл қуандырады. Соң үшін қыз қосқышы болсын, бала қосқышы болсын, мен айтаман, дауыс көп, талант көп, жақсы қосқышыларым көп, жақсы қосқыларым көп. Енді соның ішінде әлбетте халыққа ұнамайтын қосқыларым болады, қандай да бір төмен жағдайда қосқылар болады ондай зат. Енді бұл өмірде мен нәрсе білесіз бе, Перизат, салыстырмалы. Егер ақ-қара рең болмаса, сен білмейсің бұл ақ-қара екен. Дұрыс па? Соңшында салыстырмалы көзқараспен қарайтын болсақ, әлбетте болу керек. Төмен қосықшы дейміз ба, төмен қосық дейміз ба, қалқа тур келмейтін қосықлар дейміз ба, жоғары дейміз ба, мысалы басқа жанрлар дейміз ба. Енді азыр көп жаслар эстрада жанрында айтқысы келеді, лекін көбінесе онша түсіне бермейді эстрада жанрын, лекін түсінуге харекет қылады. Соны өзі атлап атырыпты ғой, сол жерге барып атырыпты, өзін сынап көріп атырыпты. Бұлам жақсы ғой. Әлбетте. Не үшін бұл сұрауды бердім? Себебі өзіңіз айтқандай, жәмиетте айтыла береді да сол гәп, қыз қосықшылар жоқ. Сонда сіздердің атыңызды атайды, әлбетте сіздің достарыңызды, үлкен апаларымыз айтады, бірақ жаңа поколение жоқ дей береді. Жаңа айтып жатырсыз, еш бағдарламасында да сонша қызларды, жас қызлардың талантларын көріп жатырмыз деп, әлбетте оларды да қолдап қуатлайтын біз жәмиеттегілер. Жәмиет, халық қаншелі қолдап қуатлап, оларға ықыласпен болған сайын олардың мәртебесі, дауысы, әлбетте сахнадағы дәрежесі көтеріле береді. Бірақ бір затты айтып өткім келеді, Перизат. Жоқ емес, бар қызлар. Жақсы қызлар бар, жақсы дауыслар бар. Бірақ мен сол қызларға айтуым, асықпау керек, ұстаз тұтыну керек. Әлбетте ұстаз тұтыну керек, оқу керек, көп затты білу керек. Тек қана мен бір қосығым деп жұғыра бермеу керек. Әр тәліпреме өзін рауажландыру керек. Ол қосықшыда білінеді. Любой адамда, любой инсанда сенің қандай екенің білінеді. Тек қана өзіңнің тарауың білетін болсаң, басқа тараулардан ешқандай сауатың болмаса, көзқарастарың болмаса, кең пікірлемейтін болсаң, ол сенде білінеді. Ол басқа қосықшыларда да білінеді. Соң үшін мен сол жас қосықшыларға айтқым келеді. Тек қана бір қосыңызбен, тек қана бір сызықпен жүре бермей, басқа шахалардан көрің, басқа тараулардан көрің, көздеріңізді ашың. Басқа елдің, басқа халықтың қосықшыларынан көрің, басқа жанрлардан көрің, көбірек оқың, ұстазлардан тәлім алың, үйренің. Бір ұстаздан емес, керек болса 5 ұстаздан, 10 ұстаздан, керек болса сол интернет тармақларынан пайдаланып, сөйлерден үйренің, тыңлаң. Бұл сіздің репертуарыңызға, сіздің өніп өсуіңізге үлкен жәрдем береді. Соны айтқым келеді. Соң үшін көп оқуды һәмде көп ұстаз көруді мен оларға тәвсие қылар едім. Әлбетте, көптеген тәжірибелер үлкен келешекке қадам. Мен азанда тұрып, күнделай подкастымыздың Инстаграм тармағындағы аккаунтынан сауалнама өткердім. Сондай етіп тәріп жазып, кім деп ойлайсыз бүгінгі мейман дегенімде, әлбетте көпшілігі Айгүл Надирова деп айтқан еді. Сәубетіміздің, подкастымыздың ең соңында сол қызларға, сол жас
келіншектерге қандай мотивациялық каплеріңіз бар? Азыр турмуш баскычындагы яки енді турмушка чыга турган кызларга кандай маслахатларыңыз бар? Және бьюти сферасында да көз алы, кадды кыметти калай услоо керек? Азыр менимче көп кызлардын арасында семизликте өзүнүн кыметин жойтуп алып атырган кызлар арасында үлкен машкалалар бар да. Солардын баарын баскычпа баскыч бизге айтып берсеңиз. Білесіз ба, енді жас қызларға, тұрмысқа шығатын келіншектерге, ендігі келіншек боламын деген қызларға, умуман мен қызларға бір нәрсені айтпақшымын. Біздерде азыр интернет тармақларынан көп нәрсені көрсетеді. Енді азыр сол тармақлардың пайдасам жағы бар деп көп айтылып атырыпты, тур ма? Өткен бір көрсетуде айтқанмын, интернетте айтылған затларға, интернеттағы көрсетіліп атқан затқа көбам ытыбар бере бермең. Өзіңізге пайдалы болмаса, ешқандай ытыбар беруді ол жерден қандай да бір өзіңізге бір білім ямаса бір нәрсе алуды мен сіздерге тавсия қылмаймын. Себебі интернетте har xil insonlar бар, сіздерге натура нәрсені көрсетем. Енді интернетте болып атқан көрсетулерім, соларым көп тасырын жасайды біздердің жастарымызға. Сондай болғым келеді, сонда анада созат бар, анандай болғым келеді, мынандай болғым келеді дейді. Дұрыс, енді адам бендесі енді бір не қылдаймыз, сабырлық жетіспейді біздерде. Адам бендесі мен нәрсені бірден үлгергісі келеді, бірден алғысы келеді. Бірақ мен айтқым келеді, har bir Алла Тағала өзі инсан туылған кезде сол несібесін, дәулетін беріп қояды. Бірақ сол затқа хаммеге беріледі, ол зат. Перезат хаммеге. Бірақ сол затқа жету үшін өзің бір харекет қылу керексің. Өзің сену керексің, өзің харекет қылу керексің, өзің шүкірлік қылу керексің, өзің сабырлық қылу керексің. Енді өзі ұстаз болғаннан кейін айтты демейсіз, бірақ хамме дәуірлерде сол оқу ақын айтқанда, оқу болғанда сен вузда оқымай-ақ қой, лекін сен оқымыслы бол, сен кітап оқы, сен басқалардан не ал, тәлім ал, тәрбие ал. Менің өзім қазіргі дәрежеде har дайым адамлармен сәулбетлессем, адамлармен қандай да таныссам, har дайым мен солардан қандай да бір жақсы затларын аламан, үлгі аламан. Ол жас кіші болама, ол жас үлкені болама, маған оның парқы жоқ. Егер қандай да бір фазилетлері, қандай да білімі ұнаса, мен содан аламын. Мәселен, сізден қандай да бір нәрселен алуыма болады. Мен еш уақытта, менің жасым үлкен ғой, перизат менен кішкентай ғой, бұдан мен не ала аламын дей алмаймын. Сіздерде сондай фазилетлер бар, біздерге жетіспейтін олар, солардан аламын. Соң үшін мен айтарым бар, жақсы адамлардан, жақсы инсанлардан жақын болу керек, hamde солардан қандай да бір үлгі алуға харекет ету керек. Жас келіншектерге сол хаммесін мен айтқым келеді, еш уақытта қапа болуға, қандай да бір түскіліктерге түсуге, өмірдің бір қиыншылықтарына нетіп қалған кезде түскілікке түсуге керек емес. Себебі адам, Құдай Тағала адамға қандай да бір сынау берсе, біздер сынау деп айтамыз, ізінен жақсы сый береді. Мен мәселен өзім сондай өмірінде қандай да бір сынау берсем, маған Құдай Тағала кейіннен жақсы сыйлар береді, көп береді. 10 есе көп етіп береді. Әттеке менің достарым айтады екен, Айгүл ауметлеш да Алла Тағаланың бір сүйген бендесі. Біздер хамеміз Алла Тағаланың сүйген бендесіміз. Мен сол Алла Тағаланың сүйген бендесімін деп ойлаймын. Себебі ақиқатында да қандай да бір сынаулардан өткізсе, мен сынақ берсе, кейіннен көп сауап, көп қандай да бір сыйлар береді. Соң үшін мен сол қызларымызға, жас келіншектерімізге айтарым, өміріңізде алдыңызда жүда көп сынаулар бар, бірақ жүда Алла Тағаладан көп сыйларым бар. Елі өзіңіздің сол ойламаған дәрежеде сондай бір арманларыңыз орындалады. Кейіннен соған әлбетте сол өмір бойы шүкіршілік қыласыздар. Себебі дүнияда жақсылық көп, жақсы инсанларым көп, жақсы затларым көп. Көп тек қана турға қарай берме, адам деген жан-жағына қарау керек. Жоғарыға, төменге, пәске қарау керек, алдына, артына да қарап жасау керек. Енді мен бұл философский мәнде айтып отырмын да, соның ішінде қызлар har тараплеме қарап, көзіңізді ашып, қарап, пікірлеуді үйрену керек. Жақсы адамлардан, үлгілі адамлардан қандай да бір үйренуге де харекет ету керек. Әлбетте.
ар бір істе бір хикмет бар дейді ғой. Хақиқатында да өмірімізде болып жатырған сондай бір кішкене яки үлкен қандай да бір қиыншылықларға төзім, сабыр ету керек демейміз, әлбетте оларды жақсы қабылдап білсеңіз, ізінен Айгүл Надырова айтқандай, жақсылықлар ажайып жетістікке келеді. Ажайып сәубетіңіз, біз үшін ажыратқан қымбатлы уақытыңыз үшін сізге рахмет. Біз сізді және де осы неде дейміз, стол атрапында көргіміз келеді, сізден сұрағымыз келген, білгіміз келген нәрселер еле көп, және көріскенше деп қаламыз. Сау саламат болыңыз. Сізге со рахмет. Мен осындай мұрат еткеніңіз үшін бүгін мен ойлаймын жақсы сәубет болды. Әмде сіздің со күнделік лайк көрсетуіңізге үмітлер тілеймін. Со кеңейіп, со келешекте со және де сізге келу мағанам со несіп етсін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Бұл күнде лайк подкасты еді. Керек жерін өзіңіздің күнделік беттеріңізге түртіп қойың, һәм күнде лайк басың.